Қайырлы кеш достар, бүгін сіздерге өмір ғажап сериалының 4-ші бөлімін қысқаша баяндап беремін. Шебу балаларын алып Айселдің үйіне келеді. Ол оны тастап қызын өзімен бірге алып кетеді. Сол аралықта Айсел екеуі біраз әңгімелеседі. Және Шебнем Айселді өтірік құшақтап кетіп қалады. Ол қызымен уақыт өткізіп жүреді. Сол аралықта Дидемге хабарласып, мейрамханаға келушілердің бәрін жина, мен оларға таңғы ас беремін деп айтады. Месут Шебнемнің бұрынғы ескі досы бірінші бөлімде айтқан сол қыздың анасына келеді және Шебнем туралы ақпараттар сұрастырып бастайды. Шебнем толықтай түрін пластикалық отамен ауыстырып тастағандықтан бұл кісі оны танымаймын деп айтады. Өзара ұзақ әңгімелеседі және Месут оған қатты ауыр сөздер айтып кетіп қалады. Қоғамда неше түрлі бейшара балаларды көремін, соны сіз жасайсыз, сіз сияқты адамдардың арқасында болады деп айтып кетіп қалады. Мейрамханадағы көрініс. Шебнем жаңа айтқанындай бүткіл мейрамханаға келуші адамдарды жинайды. Оның себебі қыздарға арналған мектеп ашқысы келеді. Соған Шебнем және басқа бір әйел бәсекелестікке түседі. Соған маған дауыс берсін деген ниетте жинайды адамдарды. Үйінде жуынатын бөлмеде Шебнем аяғын ретке келтіріп жатқан кезде сырттан баласының дауысын естіп қалады. Шебнем дереу жиналып, есікті жаймен деп ашқан кезде алдында баласы пышақ ұстап тұрады. Мынаны мен алайыншы дейді. Сол кезде Шебнем бұл не деп баласының қолынан пышақты алады және ол Ниязидің пышағы екенін есіне түседі. Шебнем баласына бұл қауіпті зат саған болмайды дегенде баласы ренжіп кетіп қалады. Шебнем мына жерде тағы да мас болып Ниязидің көмілген жеріне келеді. Ол аяғына әрең тұрып тұрады. Сол кезде Ниязи Шебнемге қарап, сен қыз әлі ұсталмағансың ба? Месут сені ұстайды, 2-ақ күнде саудаңды бітіреді деп тағы сондай әңгімелер айтып жатады. Ал ертесі күні Шебнем күйеуін қарсы алуға күйеуінің жеке ұшақ қонатын жерге барады. Және де екеуі бәрі жақсы ма деп әңгіме айтып тұрған кезде күйеуінің қолынан неке жүзігі жоқ екенін көріп, күйеуіне қарап, жаным, сенің қолыңда неге неке жүзігі жоқ деп сұрап жатады. Онор болса неке жүзігін Нью-Йоркте Мелисамен кездескен кезде шешіп тастаған еді. Мелиса оның бұрында атастырылған қыз еді, бірақ екеуі үйленген жоқ. Онор ұшақта қолым ісіп кетті, сондықтан шешіп тастадым деп алдай салады. Шебнем де оған сенгендей түр танытады, бірақ іштей сенбейді. Месут болса сол уақытта Шебнемді үй жағында аңдып отырған еді және Шебнемнің көлігіне қарап, сен не жасырып жүрсің дейді. Ал оны Ниязидің досы аңдып жүрген еді. Шебнем үйге кіргеннен кейін Онордың заттарын ақтарып бастайды. Телефонын ақтарып, ешнәрсе таппағаннан кейін телефонды қояды да Шебнем де бұл жерде сен не жасырып жүрсің деп сұрақ қояды. Ал мына Месуттың үйі еді. Месут бойдақ. Месуттың анасының құрбысының қызы Месутқа қонаққа келеді. Екеуі әңгімелесіп отырған кезде Шебнем туралы әңгіме шығып кетеді. Және ол Шебнем Гүмішшіні танитын бе едің деген кезде оны кім танымайды деп қыз әңгіме айтып ары қарай жалғастырып кетеді. Ал мынау жаңа айтқандай баспасөз төрағасына сайлау. Шебнем және бір әйел екеуі бәсекелестікке түседі. Содан кейін оны Шебнем жеңіп алады. Бәрі мәз-мейрам болып отырады. Шебнем рахметін айтып, сонымен кеш батады. Шебнем үйінде демалып отырған кезде артынан Рохо келіп жанына отырады. Сосын Шебнемге сұрақ қояды. Шебнем ханым, сізге не болып жүр? Аяғыңызды жараладыңыз, артынан полиция үйге келді дегенде Шебнем сенің шаруаң болмасын. Бірақ ұрыспайды, жай айтады. Онор мырзаға айтайық дегенде Шебнем Онорға аузыңды ашушы болма, бәрі жақсы болады, сен уайымдама, саған зияны тимейді деп кетіп қалады. Ертесі күні Шебнем мейрамханасына келіп, көлік тұрағына көлігін қойып, өзі ішке қарай кіріп кетеді. Ол кезде Месут оны артынан аңдып отырған еді. Шебнемнің кіріп кеткенін көріп, ол дереу көлік тұрағына жауап беретін баланың жанына келіп, сен маған жаңа тоқтаған көліктің кілтін бер дейді. Ол жігіт болса бергісі келмейді, бірақ Месут оны қорқытады. Сенің сақтандыруың да жоқ, жұмыс істеу туралы рұқсатнамаң да жоқ деген кезде көліктің кілтін береді. Сол сәтте Месут Шебнемнің көлігіне кіріп, ішін ақтарып бастайды. Месут көліктің ішін қарап отырған кезде көліктің планшетіне дыбыстық хабарлама келеді. Сол кезде Месут картаны ашып,
Шебнемнің қай жерлерде болғандығын қарап отырады. Сол кезде Шебнемнің ескі қалашықта болғанын көріп қалады да Месут «мен сені ұстадым» деп ішінен сөйлеп отырады. Күдігі расталғанын сезген Месут Шебнемнің көлігіне көзілдірігін тастап кетеді. Кешке жақын Шебнем көлікке мінген кезде Месуттың көзілдірігін көріп, оның Месуттікі екені есіне түседі және ол бұл жерде қалай пайда болғандығы жайлы ойланып қорқып отырады. Жан-жағына қарайды. Сол сәтте Шебнемнің бетіне бір жарық түседі алыстан. Ол жақындайды. Жақындап жанына келгенде ол көлік тұрағына жауап беретін бала екен. Ол Шебнем ханымға барлығы дұрыс па деп сұрақ қояды және ол «иә, барлығы дұрыс» деп көлігін терезесін жауып алады. Бірақ іштей қатты қорқып отырады. Солай үйіне қарай кетеді. Шебнем үйіне келіп, көлігінен түсіп жатқан кезде жоғарғы қабатта Онур оның көлігінің дауысын естіп қалады да астыға қарап «Шебнем» деп айғайлайды. Өзі ойланып түсіп келе жатқан Шебнем бері қарай жылжып келе жатқанда жанынан бір ер адамның даусымен «Шебнем ханым» деп айқай салады. Сол кезде Шебнем қатты қорқып кетеді және «сен кімсің?» деген сияқты ыммен түсіндіреді. Ал жоғарғы қабаттан Онур «Шебнем» деп айғайлап, Шебнемнің даусы шықпағаннан кейін төменге қарай түспекші болады. Сол сәтте Шебнем ымдап жаңағы жігітке түсіндіреді ер адамға. «Сен тұра тұр, мен Онурды жоғары қарай жіберейін» деп ыммен түсіндіреді. Содан кейін Шебнем «мен қазір барамын» дейді. Онур да «жарайды, мен сені жоғарыда күтемін» деп кетіп қалады. Онурдың кеткенін естіген Шебнем жаңағы ер адамның қолынан пышақты итеріп жіберіп, өзінің аузын жауып, «сен кімсің, қайдан келдің?» дейді. Сол сәтте ер адам Шебнемді жерге итеріп құлатады да «Ниязи ағам қайда?» дейді. Бірақ бұл ер адам өте қорқақ еді. Шебнем «мен қайдан білейін, сен кімді іздеп жүрсің, мен ол адамды танымаймын» деп айтады. Сонда да ер адам кетпей қояды. «Мені Месут мырзаны аңдып келдім, ол сенің үйіңе алып келді, сондықтан мен осындамын» дейді. Месут ол кезде жаңағы Шебнемнің көлігінен көрген ескі қалашыққа келеді. Мына тақтайшадағы темірмен Ниязиді өлтірген еді. Бұл тақтайшаның темірі қайда деп сұрағанда «білмеймін, ұрлап кеткен шығар» деп дүкен иесі айтып жатады. Сол сәтте Месут Илмазға хабарласып, маған бір топ адам жібер деп хабар береді. Шебнем жаңағы ер адамның телефонын тартып алады да өзінің нөмірін жазып береді. Және «мен сені өзім тауып аламын, мен айтады, Ниязиді танимын, сені село жібердім, тез құры кет, мен сені өзім табам» деп үйден қуып жібереді. Месут ол кезде жаңағы ескі қалашыққа бір топ адам алып келіп зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан еді. Мына жігіт айтады, бұл жерде күнде ұрлық түседі, күнде соғыс болады, сен не іздеп жатсың аға дегенде «қан» деп айтады. Шебнем жоғарыға көтеріліп келе жатқанда Онурдың біреумен сөйлесіп отқанын тыңдап тұрады және жанына келіп Онурды сүйіп кетіп қалады. Онур артынан қарап отырып қалады және Шебнем Месуттың көзілдірігін киіп алып шарап ішіп тұрғанда артынан Ниязидің елесі пайда болады. «Маған да азғантай құйып берші» дейді. Шебнем «атауыңды іш» деп Ниязиға қарсы сөздер сөйлеп тұрады. «Қараңғыда көзілдірікті неге тағып алғансың?» дейді. Шебнем Месуттың миына кіруге тырысып жатырмын, ол неге менің соңыма түсіп алды дейді. Сол кезде Ниязи айтады, «ол сені бәрібір табады, асықпа» дейді. Шебнем Месуттың өзіне қарай соғыс ашқанын түсініп, оған көзілдірігін тапқандығы жайлы фото жібереді. Шебнем жуынатын бөлмеде аяғын тазалап, қайтадан байлап жатады. Содан кейін төсегіне келіп, Онурдың бетінен сүйіп, қайырлы түн тілеп, ұйықтап қалады. Келесі күні аэропорттағы көрініс: бір сылқым чемоданын сүйреп аэропорттан шығып келе жатады және ол Мелиса еді. Мелиса жаңа айтқандай Онурдың атастырылған, бірақ екеуі үйленбеген қыз еді. Мелиса аэропорттан келе жатқан кезде оны Айсель күтіп отырады, дастархан жасап. Мелиса кіріп келгенде екеуі «Айсель анашым, анау Мелиса» деп екеуі бір-бірін құшақтап жатады. Онурдың Нью-Йорктегі жұмыс шағында Мелиса Онурды аңдып жүрген екен. Мына жерде Мелиса оны сырттай қарап тұр, ал мына бір көріністе Мелиса оны кездейсоқ көріп қалғандай өтірік түр танытып Онурды келіп құшақтайды. Онур да оны көргеніне іштей қуанып, бір түрлі әсер алып қалады.
және оны бір жағынан көргеніне қуанышты болып тұрады, себебі екеуі атастырылған еді. Сол кездегі әңгіменің бәрін Мелиса Айселге айтып отырады. Осымен 4 бөлімде аяқталады. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, ертең 5 бөлім шығады.